Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен нутелла рулетінің рецептісімен бөліскім келеді. Рулеттің қамыры мен ортасындағы нутелла пастасы, сүзбелі ірімшіктен жасалған крем, барлығы өте жақсы үйлескен, дәмі ауызда ериді. Міндетті түрде жасап көріңіздер, видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге қажетті ингредиенттер: жұмыртқа, қант, сұйық май, ыстық су, ұн, какао және қопсытқыш. Ең алдымен құрғақ ингредиенттерді біріктіріп аламыз. Ұнымызға 1 шай қасық қопсытқыш салып, какаоны қосып араластырамыз. Қамырын дайындауға кірісеміз. Барлық жұмыртқамызды ыдысымызға саламыз. Үстіне қант салып, масса 2 еселенгенше, ағарғанша араластырамыз. Бізде осындай масса болып шығуы тиіс. Осы массамызға құрғақ ингредиенттерді 2 бөліп қосатын боламыз. Барлығын жақсылап біркелкі масса болғанша араластырамыз. Үстіне сұйық майымызды құйып, тағы бір араластырамыз. Соңында ыстық суымызды құйып, біркелкі масса жасап шығамыз. Міне бізде осындай сұйық масса болып шығу керек. Формамызға пергамент қағазын төсейміз. Мен Поклан фирмасыныкін қолданамын. Өте сапалы, ешқандай май жағуды қажет етпейді. Қамырымыздың барлығын толықтай құйып, тегістеп жайып шығамыз. градуста шамамен 30 минут пісіреміз. Кремін дайындауға кірісеміз. Өте суық сливкимізді кішкене араластырып аламыз. Үстіне қантымызды салып, қоюланғанша араластырамыз. Творожный сырымызды салып, біркелкі масса болғанша араластырамыз. Біздің креміміз осындай өз формасын ұстайтын крем болып шығуы тиіс. Мен өзіме ыңғайлы болу үшін осындай кондитерлік қапқа барлық кремді салып дайындап аламын. Рулеттің қамыры толықтай піскеннен кейін міндетті түрде дымқыл орамалға түсіретін боламыз. Пергамент қағазын алып тастап, ақырындап осы орамалмен қатар бірге ораймыз. Рулеттің қамырын осындай оралған күйде көп ұстамау қажет. 1 минуттың ішінде қайтадан орамалдан босатып, бөлек орап алу қажет. Рулетті осылай босатқаннан кейін пергамент қағазын қайтадан пайдаланамыз, яғни ол бізге тағы да орауға қажет болады. 5 минуттай суытқаннан кейін бірден рулеттің ортасын ашып, арасына нутелла пастасын жағып шығамыз. Егер сізде нутелла пастасы болмаса, онда шоколадты глазурмен алмастырсаңыз болады. Нутелла пастасын толықтай жағып шыққаннан кейін осылай кремімізді де жағып шығамыз. Рулетті ораған сәтте артық кремі сыртқа шығып кетпес үшін кремді мен шетіне дейін жеткізбей жағамын. Кремін толықтай жағып болған соң ақырындап орауға кірісеміз. Пергамент қағазын рулетті орау процесіне қолданатын боламыз.
Қалған кремді рулеттің сыртына осылай жағып шығамыз. Рулетті өз қалауыңызша әсемдесеңіз болады. Қаласаңыз жеміс жидектерді бетіне қойсаңыз өте керемет болып шығады. Мен осылай орехты бетіне сеуіп әсемдеп шықтым. Және осылай қалған кремнің бөлігімен әрлеп шығуға болады. Міне біздің рулетіміз толықтай дайын. Дастарханға ұсынар алдын кемі 2 сағат тоңазытқышта ұстауға кеңес етемін. Сонда қамырына кремі сіңіп, толықтай өте нәзік болып шығады. Нутелла рулетінің ортасы осындай болып шығады. Қамыры өте жұмсақ, нәзік болып шығады. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер.